Баршаңызға сәлем. Бүгін жасалу жолы өте оңай. Осындай ең дәмді салат жасайтын боламыз. Және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Салатқа керек заттар: 3 орташа сәбіз, 3 қияр, 300 грамм ет, өзіңіздің қалау бойынша болгар бұрышы, 1 дана чеснок, 3 ас қасық соевый соус және тұз, бұрыш керек болады. Ең алдымен етімізді осылай ұзыншалап турап аламыз. Және де мен 3-4 сағат алдын етімді соевый соусқа мариновать етіп қоямын. Егер сіздер асығыс болсаңыздар, мариновать етудің қажеті жоқ. Қуырып жатқан кезде етке қосып жіберсеңіздер де болады. Табамызға кішкене ғана майды қойып, етімізді қуырып аламыз. Өздеріңіз білесіздер, етті тез піспейді, сондықтан етті кішкене баяу отқа бұқтырып қоямын. Ал енді етіміз бұқтырылып жатқан кезінде мен дәл осындай 3 орта сәбізді үккіштен өткізіп алдым. Үккіштен өткізілген сәбізді етімізбен бірге жақсылап қуырып аламыз. Бұл жерде сәбізді де өз қалауыңыз бойынша қуырсаңыздар болады. Қатты өлтірмей қуыруға да болады. Ал мен сәбіздің қатты қуырылғанын жақсы көремін, сондықтан мен сәбізді көбірек қуырдым. 1 дана чеснок салдым. Міне бізде дайын болды. Мен отты өшіріп, енді суытуға қойдым. Енді біз салатымызға керек қияр және болгар бұрыштарын барлығын осылай ұзынша қылып тураймыз. Бірақ сіздер өздеріңіз қандай формаға салғыңыз келеді, солай турасаңыздар да болады. Мысалы 4 бұрышты деген сияқты қалаған формаларыңызға сала беруге болады. Барлығын турап алдық. Енді бізге тек араластыру қалды. Табада қуырып алған ет пен сәбізімізді осы тураған көкөністерімізбен араластырып аламыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз.
Мен ақ түсті күнжітті септім. Бұл міндетті емес, бұл тек салатқа әдемілік беру үшін. Міне салатымыз дайын болды. Қараңыздар, көрінісінің өзі қандай керемет. Дастарханыңыздың сәнін келтіретініне сенімдімін. Және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.